Келесі қадамда біз осы алынған нәтижелерді жеке-жеке карта ретінде бөліп қарастыруымыз қажет. Яғни біз ең алғаш өзіміздің жердің сандық үлгісі, одан кейін алынған жер бедерінің еңістігі картасы, экспозициялық карта және де хиллшейпті жеке-жеке карталарға қалай экспорттауымызға болады. Яғни біз карталарды баспаға шығаруға дайындаймыз. Ол үшін сіздер view батырмасының көмегімен layout view-ға өтулеріңіз қажет. Layout view-ға өткеннен кейін, мысалы, тек біреуін ғана қалдырыңыздар. Zoom to layer дейсіздер. Одан кейін сіздер осы бөлікті, яғни картамызға жеке-жеке аттар берсеңіздер болады. Яғни көріп отырғандарыңыздай бізде 3.200.000 масштабтағы карта екендігі анықталды. Енді егер қажет болса, сіздер осыны UTM зоналар бойынша бөліп қарастырсаңыздар болады. UTM зоналар бойынша көріп қарастырғаннан кейін, мысалы, бұл бізде 42-ші зона. Яғни өздеріңіздің әркімнің өзіндік зоналар бар екендігі белгілі. Сол үшін осы батырманы қайтадан түзетулеріңіз қажет. Енді жердің сандық үлгісін біз жоғарғы, яғни бұл бізде тек қарапайым картаның бір түрі ғана. Осы картаны баспаға шығару үшін бізге бір қатар элементтер керек. Ол картаны атау керек, масштаб керек, солтүстік бағытты көрсететін негізгі нүкте немесе координаталар керек. Мысалы, бағанағы параллель меридиандарды қоюларымыз керек. Осы жақта, яғни және де бізде шартты белгілер қажет. Енді ең алғашқы қадам ретінде біз рамкасын қояйық, яғни netlines басамыз. Netlines мысалы осы қабатты таңдап аламыз да, insert, netline, place, inside, mergence басатын болсақ, біздің негізгі netline'ымыз, яғни рамкамыз шығады. Ішкі рамканы біз мышканың көмегімен properties арқылы бөліп қарастырамыз. Мысалы, frame, осы жақта сіздер мысалы 3 поинтті таңдасаңыздар болады. Сол бойынша енді келесі қадам бізде картаның атауын беруіміз қажет. Атауын беру үшін сіздер draw құралының көмегіне жүгінесіздер. Егер draw жоқ болса, осы жақта drawды шақыру арқылы, мысалы, rectangle'ды қолданасыздар. Rectangle'ды жоғарғы бөлігінде белгілеп, картаның қай жақта атауы болатындығын көрсетеміз. Мышканы екі рет басамыз да, қараға өзгертеміз. Окейді басамыз. Және де осы деректермен жұмыс жасаған кезде сіздер layout атты құралдардың көмегіне жүгінесіздер. Layout-тағы осы пәнді қолданасыздар, яғни пәнді қолдану арқылы немесе соны жақындататын лупаны қолдануларыңыз қажет. Және де select elements-тің көмегімен біз жүгінуіміз қажет. Егер біздің рамкамыз өте қара, яғни қатты жирный болып кететін болса, properties-ға кіріп, оның қалыңдығын сәйкесінше өзгертуіміз қажет. 1.5-ға дейін өзгертсек, сәтті аяқталады. Мышканың ортаңғы бөлігімен жылжытып, мысалы, төменгі бөлігіне осылай келтірулеріміз қажет. Енді жалпы картаға көшу үшін Zoom Full Page'ді басамыз. Zoom Full Page'ді басқаннан кейін, мысалы, картаны төмен түсіру үшін бізге ең алдымен пән, яғни бұл бізде Tools құралының ішіндегі пәнді қолдану арқылы біз картаны ішкі бөлігін жылжыта аламыз. Ал элементтерін жылжыту үшін екінші пәнді қолданамыз, ол layout-тағы пәнді қолданамыз деп айта кетуімізге болады. Мысалы, былай қойсақ болады қазірше. Енді картаға атау беру үшін сіздер select elements және де осы жақта draw құралының көмегімен, бағана көрсетілген draw құралының көмегімен біз жазбаларды жазатын боламыз. Draw құралы төменгі бөлікте тұр. Осы жақта сіздер текст батырмасын басу арқылы картаға атау бересіздер. Картаға атау береміз, яғни жазамыз Түркістан облысының жер бедерінің сандық үлгісі деп жазуымыз қажет. Енді осы деректерді үлкейту үшін Түркістан облысының жер бедерінің сандық үлгісі атты деректерге кіріп, осының шрифттарын және басқа да түрлерін ауыстырсақ болады. Осы жақта өзімізге таныс Times New Roman таңдаймыз. Мысалы, осы жақта 36-ны белгілейміз, жирный, окейді басамыз. Ол жақта қателеріміз болса оны түзейміз. Окейді басамыз, және өте үлкен екендігі көрініп тұр. 36 емес, бізге оның орнына 20 немесе басқасын қажет.
мысалы 20-ны таңдап көретін болсақ қалай өзгереді екен. Жер бедерінің сандық үлгісі деп сәтті аяқталды. Енді астыңғы бөлігіне біз масштабты қоюымыз керек. Масштабты қою үшін инсертқа кіреміз. Инсертта scale бар деген бар. Яғни масштабтың бірқатар түрі бар. Біз осы жақта үлкен, ұсақ масштабты және үлкен аумақтарды бейнелеген кезде біз сызықтық масштабты қолданған абзал. Окейді басамыз да бізге сызықтық масштаб берілгендігі көрініп тұр. Енді біз осы жаққа layout zoom енді қолдану арқылы жоғарғы бөлігіне үлкейтіп әкелеміз. Мысалы, иә, пәнді қолдану арқылы біз осыны өзгертеміз. Miles, яғни миль түрінде көрініс тапқан, бізде оны километрге ауыстыруымыз қажет. Мильді километрге ауыстыру үшін біз сол масштабқа кіріп қарастыруымыз қажет. Сол үшін. Miles division units'in ішіне Miles'ın орнына kilometers'ті басамыз. Және де number values, format, ареалының орнында сәйкесінше Times New Roman'ды қолданамыз. Окейді басамыз, яғни километр есебімен екендігі анықталды. Көріп отырсыздар, иә? Енді осының барлығын түзетіп, яғни километрдің есебімен алып, енді біздің көріп отырғанымызда layout'та zoom full page'ді басқан кезде біз осы аймақтардың жалпы көрінетіндігіне көрініс табады, иә? Мысалы, енді Түркістанская облыстың сыртқы шекарасын шығаруымыз міндетті түрде. Енді келесі қадам бізде осы меридиандар мен параллельдерді өзіміздің картамызға салу болып табылады. Ол үшін insert, кешіріңіздер, view data frame properties. Осы жақта grids деген бар. Gridsқа new gridті басамыз. Далее finishті басқан кезде, окей, қалай бөліп қарастыратындығы көрініс табады. Көріп отырсыздар, иә? Енді осы гридтарды мысалы өзімізге қажетті етіп анықтау үшін және де дұрыс бөлу үшін мысалы ең алдымен сыртқы қабатты, яғни сыртқы рамканы -10 емес, мысалы -20-ға өзгертіп көрейік, қалай өзгереді екен. Применительді басып көретін болсақ, біздің аймақтар дұрыс емес екендігі анықталды. Енді 10-ға өзгертіп көрейік. Яғни яғни бұл өздеріңізде қалай ыңғайлы солай бөліп көрсетулеріңіз қажет. Яғни біздің рамка жазулардан бағанағы параллельдер мен меридиандарды, бойлық пен ендіктерді білдіретін көрсеткіштерден жоғары тұру керек екендігі анықталады. Viewға кіреміз, data frame properties. Осы жақта propertiesға кіреміз. Ареалдың орнына Times New Roman таңдаймыз. Left, right, яғни сол жақ не оң жақтағы көрсеткіштерді біз сәйкесінше сол бағыттарға бұрып қарастыруымыз қажет. Окейді басамыз, яғни біздің деректер дұрыс сақталғандығы анықталды. Енді тағы да бір түзетулер енгіземіз, яғни бұл жақсы көрініс табу үшін осы жақта сіздер оны бөліп қарастыруларыңыз қажет. Дегрисінің ішінде осылай тұра береді. Мысалы, мына жақта біз оны 15-ке өзгертіп көрейік, қалай өзгереді екен. Окейді басамыз да, применительді басамыз, өте үлкен екендігі көрініс табады. Сол себептен біз оны 15 емес 10-ға өзгертіп көрейік. 10-ға өзгертейік, окейді басамыз, окей. Сәтті аяқталғандығы көрініс тапты, иә? Енді осының барлығын сақтауымыз қажет. File, save as. Мысалы, өзіміздің папкамызға барып, өзіміздің папкамызды настройки GIS приложений рабочий наборда біз жоғары бөлігінде карта деп жасаймыз. Қазірше карта деп сақтай беріңіздер. Кейінгі жұмыстарды оның барлығын өзгертеміз. Енді осы жаққа бізге шартты белгілер қажет. Яғни шартты белгілерді шақыру үшін біз не істейміз? Ең алдымен өзіміздің деректерімізді жоғары қойсақ болады қазірше. Сіздерге түсінікті болу үшін жеке-жеке бөліп қарастырғам. Енді мына жақта Түркістан облысына жазамыз. Түркістан облысының шекарасы деп жазамыз. Түркістан облысының шекарасы және де жер абсолюттік биіктік деп жазамыз. Абсолюттік биіктік метр есебімен деп жазамыз.
Енді осы жақта бізде легендамызды, шартты белгілерді қою үшін insert legendті басамыз. Осы жақта Түркістан облысы шекарасы мен абсолюттік биіктік метр есебімен тек екеуін ғана өлшеуіміз қажет. Бізге тек қазірше осы екеуі ғана қажет. Далее басамыз. Далее. Готово. Міне, енді сіздер көріп отырғандарыңыздай, осы жақта мысалы legendтің атын біз қазақшаға аударсақ болады. Generalға мысалы шартты белгілер деп ат береміз. Шартты белгілер бізде сәтті көрініс табады. Мысалы мынау зум инға жақындату арқылы біз осы деректерді жеке бөліп қарастырамыз. Мысалы осылайша біздің бірінші картамыз дайын. Яғни бұл тек қарапайым ғана картаның бір түрі. Енді осы картаны сақтағаннан кейін біз оны кәдімгідей JPEG форматында экспорттауымыз қажет. Ол үшін не істейміз? Файлға кіріп, экспорт мәпті басамыз. Экспорт мәпті басқаннан кейін сіздерде бірнеше таңдаулар болады. Мысалы, сол жақта сіздер DPI, Pixel деген батырманы басыруларыңыз қажет. Растырға кіреміз. Осы жақта тағы бір карта ашамыз. Мысалы, жазамыз готовые карта немесе дайын карталар деп сақтайсыздар. Осы жақта мысалы жер бедерінің сандық үлгісі деп сақтайсыздар. Мысалы, жер бедерінің сандық үлгісі кейде басамыз да біздің картамызды экспортқа шығарамыз. Экспортымыз бізде сәтті аяқталды. Сол экспортта көру үшін рабочий столға кіреміз. Рабочий столда өзіміздің настройки из приложений, растер, готовый картаға кіретін болсақ, біздің картамыз жеке экспортталып шығарылғандығы көрініс табады. Осылайша біз басқа да карталарды экспорттап жеке нәтижелерді алуға болады.